Ильяс Жансүгіров қазақтың көрнекті ақыны, жазушысы, драматургы, журналисті және қоғам қайраткері. Ол қазақ әдебиетінің қалыптасуына үлкен үлес қосқан, әсіресе поэзия жанрында шеберлігімен танылған. Ильяс Жансүгіров қазақ әдебиетінде терең із қалдырған тұлғалардың бірі болып табылады. Жастайынан өлеңге, әдебиетке жақын болып, шығармашылығында халықтың мұңын, еркіндікке деген ұмтылысын шебер бейнелеген. Оның күй, күйші, құлагер сынды поэмалары қазақ әдебиетінің алтын қорына енген туындылар. Ильяс Жансүгіровтың «Құлагер» поэмасы қазақ әдебиетіндегі ең көрнекті шығармалардың бірі. Ол 1937 жылы жазылған және халық арасынан кеңінен танымал. Поэма қазақтың әйгілі және сал серісі Ақан серінің «Құлагер» атты жүйрік тұлпарының трагедиясын баяндайды. Ақын әділетсіздік пен зұлымдықты, күншілдік пен озбырлықты әшкерелейді. Ақан сері сүйікті тұлпары Құлагерді үлкен бәйгеге қосады. Бірақ қызғаншақ батыраш оны көре алмай қарақшыларға өлтіртеді. Бұл оқиға Ақан серінің өміріндегі ең ауыр соққыға айналады. Шығармада автор қазақ даласының табиғатын суреттеп, кейіпкерлердің жан дүниесін терең бейнелейді. Құлагер поэмасы қазақ әдебиетіндегі әділетсіздікке қарсы жазылған, ең әсерлі жазылған шығармалардың бірі болып саналады. Бұл әділетсіздікке қарсы көтерілген жан айқай. Бұл қазақтың еркіндік пен өрліктің символы болып табылады. Тұлпарлардан озған, аңызға айналған сәйгүлік. Бірақ күншілдік пен бақтастық қара бұлттай төнді. Құлагердің тағдырына жасалған зұлымдық орын алды. Ильяс жүрегінен жыр туды. Бұл жыр халық тағдыры мен еркіндіктің символы. Бұл әділет пен адалдықтың дауысы. Құлагер тек тұлпарлардың ғана емес, намыс пен ардың, еркіндік пен рухтың ескерткіші. Бұл дастан ұрпаққа аманат. Құлагер әр жолынан қазақ рухы сезілетін мәңгілік дастан. Бұл поэма сізді бей-жай қалдырмайды. Қазақтың бай мәдениеті мен тарихын тереңірек түсініп, Ильяс Жансүгіровтың шеберлігіне тәнті болғыңыз келсе, Құлагер поэмасын оқуға шақырамыз.